Сәлем баршаңызға. Бүгін күріші үгіліп тұратын, ал еті өте жұмсақ болып пісатын палаудың құпияларын үйрететін боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен етімізді кесектеп турап аламыз. Ұсақтаудың қажеті жоқ. Кесек қылып турас. Пісқан кезде еттеріңіз үгіліп тұратын болады. Видеодағыдай көлемде турап аласыздар. Бұл жерде сәбізіміз 450-500 грамдай. Өте жіңішке қылып тураудың қажеті жоқ. Біраз қалыңдау қылып тураңыздар, себебі езіліп кетеді ет пісқан кезде. Сарымсағымызды ұсақтап, төртбұрыштап турап аласыздар. Алдын ала майымызды құйып, қыздырып аламыз. Ең бірінші етімізді салып, аузын жауып қуырамыз. Осылай еттің өзінің соғы шығады. Осы өзінің соғында 15-20 минуттай қуырып аламыз. Менде осындай зира приправасы, палаудың дәмі ерекше болу үшін міндетті түрде осы зираны қосамыз. 2 кәсе күрішке 2 шай қасық зирамызды алақанымызға салып, осылай үгітіп, етімізбен бірге қуырамыз. Зираны осылай үгіп салсаңыздар, дәмі қанық болып шығады. Араластырып, бетін жауып, тағы да 5-10 минут қуырамыз. Енді үстіне сарымсақ және сәбізімізді салып, көлемі біраз азайғанға дейін тағы да қуырамыз. Арасында араластыруды ұмытпаңыздар. Көлемі біраз түскеннен кейін етіміздің бетін жауып тұратындай су құйып, дәміне қарай тұзыңызды салып, бетін жауып, баяу отта 1 сағаттай қайнатып пісіріп аласыздар. 1 сағаттай уақыт өтті. Алдын ала 2 кәсе күрішімді жуып тазалап алдым. Соны еттің үстіне салып, осылай тегістейміз. Еш араластырудың қажеті жоқ, тек қана тегістеп шығасыздар. Және күріштің бетін жауып тұратындай 1-1,5 сантиметр жауып тұратындай су құйып, бетін жауып, қатты отта қайнатамыз. Арасында ашып қарап отырасыздар. Осылай су тартылған кезде оттың астын азайтамыз. Чеснокты салған жерім видеоға түспей қалыпты. Осылай көрсете кетейін. Чеснокты ортасына орналастырып, жан-жағындағы күрішпен осылай жауып шығамыз. Тағы да 5-10 минутқа баяу отта пісірамыз. Палауымыз пісіп болды. Енді бұны қазан ішінде барлығын араластырып алсаңыз да болады, немесе мен сияқты слой-слоймен салуға да болады. Мен бірінші күрішін салдым, одан кейін сәбізін салдым. Ең соңында осылай етіміздің барлығын ұсақтап турап, бетіне барлығын жауып шықтым. Осылай күрішіміз үгіліп, етіміз жұп-жұмсақ болып пісады. Өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.